Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Кәдімгі асқабақтың дәнегі. Адам ағзасындағы паразиттерді шығаратын ең бір пайдалы өнім. Балаларға үнемі жегізіп тұру керек. Витаминге өте бай. Диета ұстап жүргендер перекусқа пайдалануға болады. Бал қосып шаймен ішсеңіз де әрі дәмді, әрі пайдалы. Асқабақтың еті мен дәнінен және пілегінен емдік дәрілер жасалатынын халық медицинасында бауыр ауруы емнің бірден-бір шипасы осы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер бар. Асқабақ тұқымы, яғни дәні ем болатын аурулар. Халық емшілері ежелден-ақ асқабақ дәні арқылы таспа және сазан құрттарды түсіріп, әйелдердің босанғаннан кейінгі аяқ-қолының ісінуінде, көкжөтелде, көтеуде, яғни геморройда асқабақпен емдеген. Олардың асқабақ дәнін балмен араластырып жегізіп, адамдарды ішек құрттарынан құтқарғаны жөнінде ертедегі медициналық жазбаларда жиі айтылады. Адам ішіндегі таспа құртты түсіру үшін 60-120 грамм асқабақ дәнін суға қайнатып, аш қарынға дәнінен қоса ішеді. 2 сағаттан соң 2 грамм таза сорды сумен ішу керек. Сазан құртын түсіру үшін 30-60 грамм асқабақ дәнін талқандап, оны бал немесе шекер қант суымен ішеді де 2 сағаттан соң таза сордан 20 граммдай ішіп, ішті өткізеді. Сонда сазан құрты түсіп қалады. Асқабақ дәні көкжөтелге де шипалы ем. Көкжөтелден жазылу үшін асқабақ тұқымын қыздырған тас кірпіштің үстіне қойып кептіреді. Сосын оны талқандайды. Ұнтақты қара шекер суымен күніне бірнеше рет ішсе, көкжөтелден құтылады. Көтеуді, яғни геморройды емдеу үшін асқабақ тұқымының 1 келісін суға қайнатып, оны күніне 2 рет булап, емді бірнеше күн жалғастырса, аурудан жазылады. Балалардың жұтқыншағы жиі қабынады. Оған себеп өте көп. Сондайда тиісті мөлшерде асқабақ тұқымын науатқа қосып қайнатады, оны күніне 10-16 грамм ішіп емделеді. Адам жүрек әлсіздігінен жүдесе, асқабақ тұқымы мен қуасының дәнін, яғни жер жаңғағы, жаңғақ дәніне араластырып талқандайды. Жағдайына қарап тұрақты түрде ішіп тұрады. Босанғаннан кейін аналық омырау сүті азайса, 150 грамм асқабақ қабығы мен ашылған шикі тұқымын дәріге орап талқандап, қайнаған сумен таңертең аш қарында ішу қажет. Оны 3-5 күн ішсе, ана омырауының сүті молаяды, қуырып немесе қайнатып ішуге болмайды. Ішектегі құрттардан арылудың ең тиімді тәсілі қабығы ашылған дәнін аш қарынға жеу. 6-7 дәнді езіп сүтпен ішу. Простатитте 0,5 грамм тазаланған асқабақ дәнін еттартқыштан өткізеді, оны 1 стакан балмен араластырып, орман жаңғағы сияқты кішкене-кішкене пішімге келтіреді. 10 шақтысын банкеге салып, қалғанын тоңазытқышқа сақтайды да, мұны күніне 1 рет аш қарынға астан 30 минут бұрын жеп тұрады. Емді жылына 1 рет қана жасаған жөн. Ем өте шипалы болады. Асқабақ халық емінде Австрия патшасы 1773 жылы асқабақтың шипалық қасиетіне әбден тәнті болғандықтан мынандай жарлық шығарған. Асқабақ денсаулыққа таңғажайып әсер етеді. Өте пайдалы болғандықтан тағам ретінде пайдалануға тым бағалы. Сондықтан тек дәрі күйінде ғана пайдаланылсын. Асқабақтың емдік қасиеттері Авиценнаның жазбаларында, Мұхаммед Хусейн Ширазидің еңбектерінде де кездеседі. Бұл жазбаларда тіпті асқабақ дәнінің майы құлақ пен тамақ ауруына ем ретінде пайдаланатыны, ыстығы жоғары адамдарға асқабақ шәрбәтінің шипалы әсер ететіндігі айтылады. Сол ерте заманнан жеткен тағы бір деректер көру қабілеті нашарлағанда, қан азықтан жапа шеккенде, артық салмақтан арылғысы келгенде адамдар асқабақтың еміне жүгінген. Және де асқабақ ағзаны шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандыруда да өте шипалы. Асқабақты жегенде ұрығын жуып, кептіріп, дәнін алады. Асқабақ усыз дәмді жеміс. Дәні, сабағы, еті әйелдердің ағзасындағы емшек сүтін молайтады. Асқабақтың уытты қайтаруды, қабынуды жазу, ауырғанды басу тәрізді де қасиеттері өте көп. Бір ғажабы, асқабақты қысқа сақтағанда, ол толықтай пісіп жетіледі. Сондықтан да оның
күзде пісіп үлгермеген пәлектерін де қалдырмай жинап алу қажет. Халық емшілері асқабақты несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге қолданады. Асқабақтың несеп айдаушы, қабынуға қарсы өт айдағыш қасиеттерінің бар екендігі, паразиттерді жоятындығы дәстүрлі медицинада зерттеліп дәлелденген. Осыған орай дәрігерлер асқабақты жүрек қан тамыр аурулары, гипертония және зат алмасуда қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынады. Асқабақ еті ем болатын аурулар. Адам бойына тараған апиын уын қайтару үшін асқабақтың етін жаншып, суын сығып алады. Сосын оны уланған кісіге тиісті мөлшерде ішкізеді. Бұл апиын уын қайтарады. Асқабақты ем-дәмде қолдану адамды арықтатады. Себебі оның құрамында жасанды талшықтың, судың, жасұнықтың көп мөлшері бар. Ол ағзадағы асқоту үдерісінде тездетіп, оны уыттардан тазартады. Отқа немесе ыстық суға күйіп қалғанда асқабақ етін жаншып, жараға таңу қажет. Ол жараның жазылуына көмектеседі. Өкпеге шығу шыққанында асқабаққа 250 грамм сиыр етін қосып, суға пісіріп, тамақ орнына жейді. Оған май мен тұз қоспайды. Сонда өкпе шығуы жойылады. Іштегі құртты түсіру үшін шикі асқабақ етінен ересектерге 500 грамм, балаларға 350 грамм жегізеді. 2 сағаттан соң іш айдайтын дәрі ішкізеді. Құртты түсіреді. Бұл дәріні 2-3 күн ішу қажет. Ағза жүдесе, адам бойын әлсіздік басса, асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадам қосып жесе пайдасы өте мол. Асқабақ шырыны ем болатын аурулар. Орталық жүйке жүйесін тыныштандыру үшін асқабақтың шырынын немесе қайнатпасын балмен араластырып ұйқы алдында ішеді. Ол ұйқы дәрісіндей әсер етеді. Бүйрек, бауыр ауырғанда күніне стакан асқабақ шырынын ішіп тұру қажет. Шырынды жаңа дайындалған күйінде ғана ішеді. Себебі үйдегі жағдайда оны сапалы күйінде сақтау өте қиын. Жүкті әйелдердің жүрек айнығанында асқабақ ішсе, ол оны басады. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан балғын шырынын ішкен немесе қайнатылғанын жегенде шипалы болады. Асқазан, ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе жасап ішеді. Ардақты ағайын, мінекей, қарапайым асқабақтың 1001 дертке қандай дәру екенін көрдіңіздер. Олай болса, сіздің дастарханыңызда асқабақтан дайындалғанда дәмді тағамдар, шипалық шырын, қайнатпалар орын алсын. Менің берген сіздерге ақпаратым пайдалы болса, қазақша каналды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ем болсын.